Үшінші модульдің үшінші сабағы есею. Осыға келсек те өзіміздің есеймегенімізді байқап жатамыз. Әрбір проблемада шешім шығара алмай жатқанымызды байқап жатамыз. Мәселеде жауапкершілік ала алмай жатқанымызды байқап жатамыз. Сепарация тақырыбында айтып өткендей, өз өмірімізге өзіміз жауап бере алмай жатамыз. Мен сіздер шешуге тырыссаңыздар, онда қуанатын едім. Есею сепарация арқылы ғана жүреді. Яғни есейгісі келген адам ең алдымен сепарациядан өту керек. Үш күйін зерттеу керек. Алдыңғы сабақтарды жақсылап білу керек. Одан кейін есею процесіне келген кезде өзіңізді түсінуге тырысыңыз. Мен нені сезініп тұрмын? Мен дәл қазір нені қалап тұрмын? Мен дәл қазір қандай эмоция сезініп тұрмын? Эмоцияны тануға тырысуымыз керек. Өзімізді тануға тырысуымыз керек. Көп адам өз-өзін түсінбейді, және ол вербалды емес түрде жанымыздағы адамдарға беріледі. Және ол адамдарда сізді түсінгісі келмейді. Вот конфликттер содан пайда болады. Түсіну барысында зерттеп танимыз, сосын қабылдаймыз, зерттейміз ішкі әлемімізді, қандай адамын, кіммін, қалындаймын, қандай күйдемін дегендей. Ішкі әлеміңізді зерттеген кезде өз-өзіңізге анализ жасап, кішкене өзіңізге мән бере бастайсыз. Минустарды да, плюстарды да қабылдап, оны іске асыра бастайсыз. Өзгертуге тырысасыз. Плюстарын одан әрі артықшылыққа айналдыруға тырысасыз дегендей. Анализ жасайтын дүние бұл өзіңіздің құндылықтарыңыз. Құндылықтарыңызды ойланыңыз. Қандай нәрселер сіздің құндылықтарыңызға жатады? Және сізді не нәрсе ашуландырады? Сізге не нәрсе жасауға болмайды? Немесе болады? Не нәрсе сізді қуантады? Осы нәрселерге анализ жасап жазған кезде өзіңізге бойыңызда есею процесін жүруіне көмектесесіз. Одан кейін сіз жасаған өзіңіз өз ойыңызбен жасаған қандай сәтті істеріңіз бар, қандай керемет сәтті шыққан істеріңіз бар. Ешкімнің рұқсатынсыз, ешкімнің ойына сүйенбей, өзіңіз қалауыңызбен өзіңіз шешім шығарып жасаған қандай ісіңіз жақсы шықты, соны жазыңыз. Одан кейін жетістіктеріңіз жазыңыз. Яғни ересек ретінде, есейген адам ретінде, өзіңізді тұлға ретінде тану үшін көмектеседі бұл. Өзіңіз үлгі тұтатын құндылықтарыңыз бірдей, соцсетте болсын, араласатын өмірде болсын, ұстазыңыз болсын, блогер болсын, қандай адаммен құндылықтарыңыз бар. Өзіңіздің инстаграмыңызға кіріңізде кімге подписка жасағансыз, соларды қараңызшы. Сіздің құндылықтарыңыз солармен сәйкес келеді негізі. Солардың контенттеріне қараңыз, олар не жүргізеді, олардан сіз нені көбірек аласыз, нені көбірек қызықтырады сізге. Вот құндылықтарыңыз солай анықтауға болады. Егер мен не ол құндылық, қалай ол құндылықты білем деген кезіңізде 5 адамды, өміріңіздегі 5 адамды қараңыз, сіз үлгі тұтатын, жақсы бір идеал санайтын дейікші. Сондай адамдарды жазыңыз. Пәленшеден маған мына қасиет ұнайды, мына қасиет ұнайды. Демек ол сізде де бар деген сөз. Сосын инстаграмға кіріңіз, мына блогердің мына жері ұнайды. Ол шынайы, немесе ол осындай шындықты айтады, немесе ол мейірімді, үнемі садақа беріп жүреді, соны үлгі тұтады бізге. Или там білмеймін енді, қандай нәрсе сіздің подписки бөліміңізде қандай адамдар бар, сол адамдардың жаңағы кіріп профиліне сіз лайк басасыз, сторисін үнемі көретін адамдарыңызға мән беріңіз. Олардың сізбен ортақ қандай қасиеттері бар. Я, мен де келісем дейтін дүниелер болады ғой ол адамдарда. Вот сіздің құндылықтарыңыз сол. Техника. Жоғарыда сұрақтар, тапсырма, бірінші тапсырма, бұл екінші тапсырма, е. Енді тапсырма туралы айтып кеттім, енді қарапайым мысалдармен сіздерге түсіндіре өтейін, е. Есеймеген адамның сипатын сізге айтқан кезде, оның керісінше кері тартпа текстері, е, мен айтқан қазір айтқалы жатқан тексттердің кері тартпасы, бұл есейген адамның сипаты болып есептеледі. Және де қыздар тағы бір ескертейінші ханымдарым, егер сіз есею жолында болсақ, сұрақтар қойдыңыз, үнемі өзіңізге анализ жасап, ересек позициясында жүрсіз, қандай да бір конфликт болсын, қандай да бір ситуация болсын, любой өмірлік контексттегі, өмірлік сфераңызда кездесетін мәселелер бойынша өзіңізге анализ жасап, сұрақтар қойып, бұл жерде ересек адам не істейтін еді, бұл жерде жаңағы сепарациядан өтпеген адам не істейді, бұл жерде өз ойы бар ересек адам не істейді деген сияқты сұрақтар қойып, солай анализ жасап жүргеннен кейін өзіңізді есею жолындамын деп есептей бастайсыз. Егер де сізде мынандай ой туындаса, мен есейіп жатырмын, ал күйеуім бала позициясында. Үнемі бала позициясында жүреді. Бір бәле болса шулап шығады, бір нәрсе болса сондай бір қашып шығады жауапкершіліктен.
айғай шығарады, бала сияқты өз семьясына жауапкершілік алмай, бала шағасын ойламай, әйелмен қарым-қатынасын ойламай, білгенін істейді деген сияқты претензиялар болған кезде, онда біліңіз, сіз әлі есейген жоқсыз деген сөз. Сіз тағы да күйеуіңізге жауапкершілік, өзіңізге тән 50% жауапкершілік мысалға. Ол балаға қарамаса, онда сіз өзіңіздің 50% балаға қарау қызметіңізді жасаңыз мысалға. Көбінде біз фокусты басқа біреуге қатты қоямыз да, өзіміздегі нюанстарды, минустарды көрмей қаламыз. Сондықтан да егер қарасаңыз, мән берсеңіз, онда сол есею жолындағы адам ер адамының өзіне жауапкершілігін артып қояды, өзінікін өзіне артып қояды да, оған мән бермейді. Ол есеймесе, бала позициясында болса, сіз ересек позициясында болып жүре беріңіз. Мүмкін ол түсінер, так, менде что-то не то, мына әйел басқаша, ал мен басқаша қылықтар жасап жүрмін деген сияқты. Егер дені сау, психологиялық сау еркек болса, онда оны ойланады. Егер психологиялық тұрғыда сау емес болса, онда енді қиындау болады сізге. Қиындау болса, енді әрі қарай тұру, ересек адам ретінде тұрмау, ол сіздің шешіміңіз, иә. Мен тұрамын, осы еркекпен, бұл еркекті мен осы түрінде, осы қалпында қабылдаймын, бала позициясымен жақсы көремін, әрі қарай балаларымыз бірге өсіруге талпынамын, өзім тарапынан 50% жасаймын, ал бұл кісі өз жасай ма, жасамай ма, әрі қарай өзі көреді, иә. Осы нәрсені шешім қабылдау керек. Бала үшін шыдаймын ғой, жертва позициясында болмау керек. Бала үшін шыдаймын, елден ұят деген сияқты нәрсені ересек адам істемейді. Ересек адам реально маған керек, немесе керек емес, жасаймын, жасамаймын, прям соның бәрін өзі сезіміне, ақылына, санасына сай өзі шешім шығарып отырады. Мысал келтірем дедім, ер адам егер есеймесе, оны жаңа конфликт барысында байқаймыз. Ол ұрсады, өзі жауапкершілік алмай, өз міндеттемесін дұрыс атқармай, әйелінің хақысына кіргенімен қоймай, сол әйелі, сен мынаны дұрыс істемей жүрсің, шындықты бетіне айтқан кезде, яғни сіз мына нәрсені істей алмай жүрсіз, балаға дұрыс қарай алмай жүрсіз, міне баланың кроссовкасы жоқ, міне баланың кітабы, дәптері жоқ, осыған ақша бер, былай істе, ананы апер, баланы қыдырт, илтам, маған мынандай нәрсе керек, осыны алып бер деген кезде, и претензиясын айтқан кезде ер адам сразу конфликтовать етіп шығады. Әйелдің өзін кінәлі қылып көрсетеді. Негізі әйел ол жерде дұрыс болуы мүмкін, әйелдің хақысын сұрауы дұрыс болуы мүмкін, иә. Бірақтан ер адам сразу деп арпылдап шығады да, кетіп қалады. Бір айлап сөйлеспей қоюы мүмкін, бір апталап төсекке жоламай қоюы мүмкін, 2-3 күн деп төсекке жатпай бөлек жатып манипуляция жасауы мүмкін. Немесе сен әйелсің, сен маған бағынуың керексің деп діни жағынан манипуляция көрсетуі мүмкін, иә. Сен үндемеуің керексің, не істесең де үндемеуің керексің деген сияқты, иә. Және де өз жауапкершілігіне қарамайды, мән бермейді, өз міндеттемелерін орындамайды, әйеліне деген хақыларын бермейді, және қыздармен сөйлеседі. Тіпті тұрмыста 4-5 жыл болып, даже 10-15 жыл болып 4-5 баласы болса да, сыртқа шыққан кезде сақинасын шешіп тастап, бір бойдақ жігіт сияқты қыздарға қырыңдай бастайды. Ол яғни өзінде жауапкершілік жоқ, өзінің болашағына деген жауапкершілік жоқ, балаларының болашағын ойламайды. Ертең мынау не киеді, қыста не киеді, қыста не жейді, иншалла болашақта қандай оқу орнына түседі, оған қандай менің көмегім болады ата-ана ретінде, ата-ана ретіндегі балалар алдындағы хақларым қандай, ол жайлы мүлде ойламайды. Тек қана бүгінімен шырылдауық шегірткедей секіріп жүреді. Әркімге бір барып, осы ер адамның есеймегендігін белгісі. Ол жерде сіздер әйел адам ретінде ел сізге қанша манипуляция жасауы мүмкін, ой, міне әйелі жақсы болса өйстіп жүре ма деген сияқты, оған мән бермеңіздер. Самооценкаларыңызды онда ер адамның ісіне қатысты самооценкаларыңызды түсірмеңіздер. Менің бір айтарым, барлық әйелдің басында болады, ұялмаңыздар. Просто өзіңізбен жұмыс жасаңыз, әрекет етіңіз, кішкене болсын, өз үлесіңізді қосыңыз. Әрі қарай ер адам істей ма, істемей ма, өз шаруасы. Сізге қарап ұялып істей ма. Бірақтан дұрыс конфликтовать етуді үйретемін ғой. Соның барысында, дұрыс конфликтовать етудің барысында сау түрде ашуыңыз көрсетуіңіз керек. Сау түрде, ересек түрінде. Так, күйеуім, екеуіңіз сөйлесіп отырасыз, шай ішіп отырған кезде айтасыз. Осындай міндеттемелер, мәселелер болып тұр. Осыны сенің шешуіңді қалаймын, және сен шешкен жағдайда осы шешілгелі тұр, иә. Сен үйтпедің, сен бүйтпедің деп ата-ана күйіне түспейміз. Ол өтіп кеттік, әдейі сол үш күйді көрсеттім. Немесе бала сияқты, сен үйттің, жылап, бір жерде жылап, ұрыс шығарып, айғай шығарып, паника шығарудың да қажеті жоқ, иә. Ересек ретінде осындай нәрселер болып жатыр, шешуің керексің, негізі. Шешуге тырыс деген сияқты міндеттемен жүктем. Шешпесе, вот
өзің көр деген сияқты. Әйел адам есеймесе қандай болады? Әйел адам есеймесе бағанағы сепарациядан өтпеген қыздар сияқты енесін, ата енесін, халықты, елді, қайын жұртты, ата енесін, қайын жұртты, күйеуін, ата анасын бәрін кінәлап жүреді. Тіпті есеймеген әйел өзінің баласын кінәлайды. Мысалға, кішкентай кезінде баласына қарап, ол жұмысқа шықпауы мүмкін, карьера қумаған болуы мүмкін. Ой, высший диплом алайын деп едім, докторантураны қорғайын деп едім, докторлықты қорғайын деп едім, осы балам туылып қалды да осылай істей алмай қалдым. Міне баламен отырмыз ғой, шыға алмай деп әйелдер чаттарда жазып жатады. Баламен отырмын, қыдыра алмаймын, баламен отырмын, үйте алмаймын, баламен отырмын, видео жаза алмаймын, баламен отырмын, жұмыс істей алмаймын деген сияқты. Бала таңнан кешкен аяғыма жабысады, бала түнде ұйықтамайды. Оның барлығына ересек ретінде ана жауапты. Баланың ерте ұйықтауына, баланың дұрыс тамақтауына, баланың сипты шуына, оны үйретуіне, оны дұрыс жүруіне, дұрыс жаңағыдай тәрбие болуына анасы жауапты. Ересек әйел, есеймеген әйел жаңа баланың бәрін өз кінәлады ғой. Подростковый возрастта бала тілін алмаса, сен неге менің тілімді алмайсың? Ана қараш, ана пәленшенің баласы тілімді алады. Сен деген осындайсың. Қайдан ғана осылай болып туылдың? Тұқым тұяғыңа тартқансың. Ана қайын әпкем осындай еді, сен сондайсың, әкеңе ұқсағансың сен, әкең сондайсың, сен де сондайсың деп жаңағыдай кінәлап бастайды. Бәрін соның төңірегінде кінәлап қояды екен. Кейін бала өскеннен кейін ана әйел үйде отырды ғой, бала қарады, үйтті бүйтті, карьераны тастап кетті. Өскеннен кейін келінімен өзінің баласын кінәлай бастайды. Вот сен маған үйтуің керексің, әйеліңе қарағанда маған жақсырақ қарауың керексің, әйеліңе қарағанда маған көбірек подарка беруің керексің, потому что мен сен үшін осылай өмірімді жертва еттім, осылай өмірімді қор қылдым, жұмыс істемей саған қарадым, тұрмысқа шықпай сені бақтым. Егер тұрмысқа ажырасып кеткен болса, күйеуі қайтыс болған болса, осылай әңгімелер айтады бала позициясындағы әйел. Егер ересек болса, Алладан сауап күтеді. Есейттім, үйстім, енді өздері өз алдына. Есеймеген ене келін мен баласының семьясына көп араласқыш келеді. Не істеватсыңдар? Үйтіватсыңдар ма? Бүйтіватсыңдар ма? Қой, үйтпе. Айттым ғой саған бұл әйелді алма деп деген сияқты сондай манипуляция жасап, бір-біріне от салып, ішіне сондай баласының әйелін келіннің баласынан қызғанып, сондай бір әрекеттер жасайды. Сосын власти өзіне ұстағысы келіп тұрады. Бұл жертва психологиясы негізінде қыздар, ол туралы жертва психологиясы туралы кейін ашығырақ айтамын. Бірақтан есеймеген әйелдер көбінде, есеймеген ерлер агрессор немесе жертва психологиясында болады. Ескертіп қояйын. Сондықтан жертвалықты емдемес үшін, емдеу енді бұл ауру емес, бірақтан жертвалықпен жұмыс жасамас бұрын, кешірім сұраймын асыққаным үшін, жертвалықпен жұмыс жасамас бұрын біз бірінші сепарациядан өтуіміз керек. Үшкейімізді білу, есею процесін білуіміз. Есею процесі бағанағы алдыңғы ең бірінші техникаларды айттым, тапсырма бойынша, жазу бойынша. Соларды жазасыздар, сұрақтарға жауап беріп отырып жазасыздар, анализ жасайсыздар. Солай әрі қарай есейесіздер, ересек күйімен жұмыс жасағандай етіп. Жарайды ма қыздар? Сондықтан да бұндай сценарий болмас үшін өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Әрбір ісімізді анализ жасап, ой талқыдан өткізуіміз керек. Абай Құнанбаевтың қара сөздерін байқасаңыздар, кәдімгі ересек адамның сөздері, ойлану жайлы, ой елегінен өткізу жайлы, 7 рет кесіп, 7 рет ойлап, өлшеп, 1 рет кесу жайлы. Жалпы ересек адамның тірлігі осындай болды. Барлық жағдайда ол өзімен өзі анализ жасаумен өмір сүреді екен. Міне қыздар, есею тақырыбы осымен тамам. Иншалла бастапқы видеоның басында айтқан тапсырманы орындайсыздар деген үміттемін. Және күйеулеріңізге фокусты бергенше өздеріңізге аударыңыздар. Себебі есеймеген ер адамға есеймеген қыз тұрмысқа шығады. Естеріңізде болсын. Есеймеген әйелден есеймеген ұлдар туылады. Есеймеген ұлдар өсіп шығады, туылады деп өсіп шығады. Есеймеген әйел балаларына жауапкершілікті алудан қатты қорқады, және бірдеңе әрі қарай следствиясы бірдеңе болуынан қорқады да, оны жаңағы сепарациялануға кедергі жасайды. Барма, келме, қайдасың, не істейсің, былай кәдімгідей тәуелді болып қалады да, олар есеймеген адамдар. Сондықтан оның балалары да тиісінше есеймеген ер адам, есеймеген қыз бала болып өседі екен. Ана мен бала каналына подписка жасаңыз, себебі алда әлі талай пайдалы ақпараттар, пайдалы кеңестер болады. Аналық, психологтық кеңестерім болады. Сондықтан да подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сау болыңыз.